шығып тұрмыз, елдің бәрі қосылып жатыр, көріп жатыр. Ел көріп жатыр ма қазір? Ойбай. Алла саламат болсын бәріңізге. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қарағанды облысы рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің бүгінгі бір халықтың, елдің көкейінде жүрген осындай бір үлкен халықты рухани тәрбиеге шақыратын бір жақсы сұхбат болады деген үміттеміз. Сол мақсатта ұлтқа қызмет деген тақырыпта осы үлкен бір жоба бастап жатырмыз. Негізінде бұл жобаның басында ұлтқа қызмет ету мінезден деп Әлихан Бөкейхан ұлт көсем айтып кеткен. Шын мәнінде әрбір алаштың азаматы, әрбір қазақтың баласы ұлтына, халқына адал қызмет ету керек. Өйткені Әлиханның әрбір сөзі әрбір қазақтың көкейінде мәңгі сақталып, ұранына айналу керек деп ойлаймын. Сол мақсатта ұлттың мүддесін ойлап жүрген, халықтың қамын жеп жүрген, халықтың қалаулысы, елдің елеулісі, алаштың ардақты перзенті Бекболат Тілеухан ағамызды бүгінгі жобамыздың алғашқы тұсаукесерінің қонағы болуға шақырғанбыз. Ағамыз бір ауыздан келісті. Қазіргі мынандай қиыншылық заманда, ағайын туыс ауырып, кейбіреулер жақыннан айырылып жатқан заманда уақыт тауып, алтын уақытын бөліп, алтын басын иіп, осындай бір екі жобаға бастамаға тілеуқор болған үшін аға сізге Алла разы болсын. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос дегендей, өзіңіздің жаңағы айтып жатырмын, осы ауыр індетте шетіне шалдығып, кішкене ауырып қалғанда бәріміз ел болып, халық болып тілеуіңізді тіледік. Көптің тілегі қабыл болып, сіз де міне қатарға қосылдыңыз. Осыдан 4-5 жыл бұрын бас аман болсын деген сөз болды ғой. Біз ойлайтынбыз, қатарын алды болма, арты болма, көз сүйет, сөз сүйет деген аман болсын деп. Шын мәнінде кейде осы балам аман болсын деген ғана сөзге де зәру болып қалады екенсіз. Әйтпесе қатарының алды бол, елдің азаматы бол деп қайраушы еді, қазір аман болса екен деген уақыт болып қалды ғой шын мәнінде. Сондықтан сіздің аманшылығыңыз, елдің аманшылығын тілеп отырмыз. Осы карантиннен аман есен шықтыңыз. Қалай болды сол? Сіз қалай жұқтырып алдыңыз? Шын айтайын, айтпай мен бұлай өзі осындай жерде әңгіме сынайы болған жақсы ғой. Мен жасыратын жоқ, басында коронавирус дейтін нәрсеге байланысты ептеп күмәнімде болмады емес. Содан бірақ әйтеуір сақтану керек, осы әлем сақтанып жатыр ғой, бірақ өзі басында иландық, аяғында ешкім ештеңе болмай жатқан соң осыған күмәнданып қалдық. Деген кезде маскамызды шешпей, жаңа жерде қолымызға спиртіміз жағып деген сияқты жүрдік. Кейін қарап отырсақ, біраз адам мысқылдап бастады. Сол кезде бұл қалай екен шынында деген ой келіп қалды. Өзі әртүрлі жаңағы конспирологиялық бір нәрселердің информацияның көбейіп кеткенін білесіздер. Сонда айтайын деген, елемеген бұтақ көз шығарады дейді ғой. Басында ауырғанмен елеңкіремей сол нәрсені сәл-пәл жасыратын жоқ, салғырт танытып алдық. Сол салғырттығымыздың мен сазайын тарттым деп ойлаймын. Жасыратын жоқ, ауырлау болды. Өкпем 78% істемей қалды. Әсіресе осы 12-ші, 13-ші, 14-ші ел күндері мен шекараның бер жағына қайттым десем болады. Өліп қала жатып құдай сақтасын. Елдің жамағаттың дұғасы, жанашырлардың ниеті, әуелі Алланың сақтауымен әйтеуір аман есен оралдық. Бірақ кез келген сырқатта аяқ қайырлы болса, бір қайыр бар негізі. Адам өзі сабасына түседі, өмірдің мәнін түсінеді, қадірін түсініп қалады. Біраз нәрсенің қадірін түсіндік. Осы ауру жалпы менің өзімнің жеке басым бір рухани жағдайыма өте пайдалы ауру болды деп ойлаймын. Бірақ өмірі осы 54 жасыма шейін тап бұлай ешқашан қатты ауырып көрген емеспін. Өте қатты ауырдым. Алдында өте медоперация жасаған, соқыршегі медоперация жасаған, бір жүрегімізге де дімкәстік болған. Тап мұндай бір өлім мен өмірдің шекарасына барып қатты ауырған кезім болған емес. Сондықтан Құдай бастарыңызға салмай қойсын, ешкім ауырмай қойсын. Ең қиын нәрсесі сондай бір аяулы адамдарынан айырылып қалып, өмірде өте бір сыйласып, сондай мен үшін аса бір қымбат болған достарымнан айырылып қалып, осы бір жаз мен үшін өте бір қасіретті жаз болды. Жақында кеше ғана бір Жолан дейтін бір інім бар еді. Осы атбегілікте жүрген тамаша 41-де қыршыннан қиылып кетті. Нұрмахан Жолдас дейтін Шымкентте бір сондай бір бауырымыз бар еді. Ол өмірден озып кетті.
сосын Сайранбай дейтін керемет досым бар еді. Ой, бір қазаққа керек адам еді. Әй шіркін, ай қазаққа керек адам еді деп ойлаймын. Енді Алла алдынан жарылқасын. Сайранбайым кетіп қалды. Шымкентте бір Асқар дейтін ініміз бар еді. Ой шіркін. Әбдіғапар дейтін бауырым бар еді. ой ағатай. Мен ауырып жатқан кезде ағатай керексің, аға керексіз, енді аман болыңызшы, дұға қылып жатырмыз деп еді. Арада 10-15 күн өткен жоқ, өзі жүріп кеткен кезде жатыратын жоқ. Ішіміз удай ашты, жүрегіміз осы езілді. Сондай бір қасіретті, өте бір қиын жаз болды. Туған туысқандардың ішінде Жаңарқада қаншама адамдар, қаншама Ғазым ағатайым, ғалым дейтін бір ағам бар еді. Ой, Ғазиз дейтін бір жігіт бар еді. Ой, көп адам кетіп қалды. Бұндай ауыр қасіретті жазды мен бұрын соңды басынан кешкем жоқ. Туған туысқандарымыз ішінде ауырмаған жоқ. Сақтанып ақ жүрген жігіттер бар еді осы. Қолына перчаткасына шейін киіп алып жүрген, осы маскасын шешпей жүрген адамдар бар. Білмеймін, болмады енді. Енді бұл да бір Алланың жазуы. Дүниенің дидары бұзылып жатыр. Дүниенің дидары бұзылып жатыр. Адамзаттың басынан келіп жатқан нәубет. Шында да енді не болса да Аллаға ұқсайтын ештеңе болмайды ғой. Бір пиғылымыздан таптық па, ниетімізден таптық па деген кейде осындай ой келеді. Енді ол ауырымды әспеттеп нететін жағдай емес. Құдай сақтады. Басында ауырып кеткені мұндай жақсы бола ма деп өзім ойлаймын. Өйткені тапмен ауырып жатқанда ешкім әлі өмірден көп өте қойған жоқ тұғын. Осы кейін басталды ғой, июльдің ортасы ауа басталды. Сол кездерде бір июльдің соңғы декадасы бір масқара болды ғой. Июльдің басы мен июньнің соңғы декадасы. Соған дейін ауырып қалғанымда жақсы. Өйткені ауырып жатқан адамда паника дейтін нәрсе, үрей дейтін нәрсе. Енді Құдай сақтады, қалғанымыз аман болайық ағайын. Сақ болыңыздар, мейлінше сақтаныңыздар. Ниетіміз дұрыс болсын, ниетіміз дұрыс болсын. Көңіліміз, жүрегіміз су болсын. Өмірді беретін алатын Алла. 40 жыл қырғын келсе де ажалды өледі дейді қазақ айтады. Ажал келмей ешкім өлмейді. Дегенмен сақтансаң сақтаймын деген. Барынша сақтанайық, өзіміз сақтайық. Бір-бірімізге керек. Біз ат бөлінде қазақ. Кірпіштен адам жасай алмай тұрмыз. Әрбір адам қымбат енді, әрбір адам қымбат. Осындай кезде қандай бір адамдар айтқан кездерде. Ағайын, өздеріңіз сақтаңыздар, керексіздер. Әр қазақ керек бізге, әрбір адам қымбат. Сондықтан да кейбір нәрселерге бір бейқам шалып қарауға болмайды. Айтпайшы, енді жалпы айтарым осы мәселеге. Жақсы. Енді мына жаңа айттыңыз ғой, жаныңыз мұрнның ұшына келді. Қатты қиналған кезде, қатты ауырған кезде, шыныңызды айтыңызшы. Ең бірінші не келді ойыңызға? Не дейсің? Жаныңыз мұрнның ұшына келіп, қатты сырқаттанып, жан қиналған кезде, ең бірінші не келді ойыңызға деймін? Иманмен өмірден өтіп кетуден басқа ой болған жоқ. Артымды ойлауға да, басқаны ойлауға да шама келмейді. Адам жанмен жан таласқан кезде, ертең алдым жәннат па тозақ па дегеннен басқа ой келмейді. Ең қорқынышты нәрсе. Ертең Алланың алдына не бетімен барам, қаншама міндеттеріміз атқарылған жоқ қой, Алла енді бір сауаппен барса екен, Алла күнәларымыз кешірілсе екен дегеннен басқа ой жоқ. Одан кейінгі нәрсе, жаным қатты қиналмас екен деп ойлайсыз. Ол жаны қиналып адам жаны мұрын ұшына келген кезде бір көп біздің бір әспеттеп жүрген нәрсеміздің біраз адыра қалады. Ол көп адам шын жаны қиналмаған соң білмейді. Шын жаны қиналған кезде ол Алла мен адам өзі бетпе-бет қалады. Біраз нәрсеңіз, идеал тұтқан нәрсеңіз, айтып өскен нәрсеңіз, оның бәрі менің енді жай шаруа, адыра қалады қазақша айтқанда. Алдымда не күтіп тұр? Қабір тозақ отынан аман болам ба, болмайын ба да басқа менде пәленді ой болған жоқ. Мына нелерге жазып жатыр. Енді мен әрине сіздің осы аман-есен саулығыңызға мен енді бірінші Алла ғой, әрине дұға. Сосын елдер жазып жатыр, Жаңарқаның қымызы, Жаңарқаның жалжаясы да көмектесті ғой деп. Енді әркімнің туған елі өзіңе ыстық қой. Әсіресе өзіңіз Жаңарқа дегенде ерекше көңіліңіз алабұртып тұратынын жақсы білеміз. Ел дегенде, жер дегенде сіз енді бірінші жаңыңызды шүберекке түйіп тұратын азаматтың бірісіз. Сол Жаңарқа өңірі, отбасыңыз туралы айтсаңыз, ел жақтағы жағдайларды кеше ғана өзіңіз барып келдіңіз, мен біліп отырмын. Жаңарқаның да жағдайлары қалай екен, ел аман ба, жұрт тыныш па? Әрине, кім айтпайжан туған жердің жөні бөлек қой, ыстық кіндік тамған жер, оның әрбір бір
бұрышы қызық ерекше, бірақ ол бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Аралға барсам да құшағын жайып қарсы алады, Қорғалжынға барсам да, Атырауға барсам да, Ақтауға барсам да, Семейге барсам да, Баянауылға барсам да деген сияқты. Бүкіл қазақтың жері маған ыстық қой, әрқайсысының өзінің орны бар. Туған жердің жөні бөлек. Жаңағы жерде қазір енді Елеко туған жерге туың тік деп айтты деген сияқты рухани жаңғыруда. Мына туған жерге не көмегің тиді деген сөз көп айтып жатады. Бұндай жерде кім не, қандай үлесін қосты деп жатады. Енді мен өзі ауылдан енді кіндігім үзілмеген адаммын ғой, ауылдағы жай. Әсіресе қарапайым адамдармен байланысым үзілген жоқ. Тыңдап отқан шығар, ауылда жүргенде Жарқын, Марғұлан дейтін балалар бар, жігіттер бар. Мақсат дейтін менің бір інілерім бар, Ержан дейтін інілерім бар, Жалын дейтін бауырым бар, Ләззат дейтін сол үйде келіндер бар. Сондай бір азаматтар бар, жаны қалбай елге қызмет қылғысы келіп тұратын. Солардың басында жасыратын жоқ, бір алғашқы осы нәубеттің шет жағын сыпап ел қинала бастағанда әркім енді өзінің қадірі қалынша үлесін қосуға тырысты ғой, сонда айтып жатырмын. Жаңарқаның қымызы, жаңарқаның тамағы, балқаймағы деп әлдеқандай қыламыз енді, құрты ірімшігі деген сияқты. Осындай да соң нағыз осы сауап жинамайсыздар ма деген нәрсені айтып, жігіттер өздері бастап кетті. Әркім өзінің қадірі қалынша үлес қосты. Үлес қосуды міндетіміз деп білдік. Бұндай кезде шынында да қарап қалуға болмайды. Мен ғана емес, талай адамдар бұндай нәрсені айтып жатыр. Бірақ кейбір мен естіп жатырмын енді, бірақ сіз көбінесе жақсылықты жария қылмайсыз, өйткені сауабы азайып қалатынын жақсы білеміз ғой. Бірақ біз естіп жатырмын, жаңарқан жігіттерді естіп жатырмын, елге, халыққа енді көптеген үлес қосыпсыз. Кешегі Айнұр ақын сонау Түркиядан жаңағы өкпе тынысын кеңейтетін аппарат алғанда да біраз азаматтарға үлес қосып, бір жоқ дегенде 5-6 миллион жаймен ақша шашып, жалпы мен естуімше бір 10 миллионнан астам, 20 миллиондай ақша осы қысылтаяң кезде өзіңіздің отбасыңыздан, достарыңыздан шығарыпсыз. Енді әрине ол рия емес шығар, бірақ бүгінгі күнде жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Енді ұятта болса ауылға, елге қандай көмек көрсетіп жатсыз? Мысалы біз кейбір нелерде эфирден, Инстаграмнан, Фейсбуктан көріп жатырмыз, елдер ауылына, халқына жақсылық жасап. Бүгін бір жігіт 10 скорый помощь, яғни жедел жәрдем машинесін сыйлады. Кеше Ақадырдың бір жігіті өзінің ауылына Нива сыйлап жатыр. Біздер де қолымыздан келгенше ақын жігіттер де ауылына Аманжол аға бастаған азаматтар жаңағы кеуде тыныс аппараттарын алып беріп жатыр, Қайрат Жолдыбаймен қолдап. Сіз де содан кем қалған жоқсыз, артық болмаса. Енді ұятта болса, енді айтсаңыз деп ойлаймын. Айтпай, кімнің Абайдың сөзі бар, Абай бір хадисті келтіреді, өзінің қара сөзінде, бір айта кетейін. Сонда махшарда Алланың алдында үш адам барыпты, батыр, шәһид, ғалым барыпты дейді, софы. Сонда мен үшін не істедің дегенде Алладан батыр айтады, сенің жолыңда соғыстым дейді. Жаңа сахи дейді ғой, жомарт айтады, мен сенің жолында жаңағы жерде малымды сарп еттім дейді. Жаңа софы ғалым айтады, сенің жолында білім бердім, осылай істедім дегенде, жоқ, менің жолымда емес дейді, Алла тағала. Енді қысқа айтып жатырмын, сендер өздеріңіз істедіңдер. Сен ой сілкін бәленбай не деген мықты батыр еді деп айту үшін істедің, батырлығыңды алдың, герой болдың деген сияқты, халық қаһарманы болдың, алатынды алдың, бұл жерде саған түгі жоқ деп бетімен тозаққа лақтырады дейді. Ғалым айтады дейді, осындай сенің жолында білім шаштым десе, сен білімді менің жолымда шашқан жоқсың, бәленбай не деген білімдер, не деген сұңғыла деп айту үшін шаштың дейді. Алла ғалым барғанда айтады, сахи барғанда, сен де мен үшін шашқан жоқсың, өзіңнің басқалар мақтасын деп істедің деген сияқты. Сөйтеді, ешқандай сауабынан түк қалмай, сауап түгілі жаңағы Алланың азабына түседі деген сияқты бір абай келтіреді осыны. Содан шығатын нәрсе, кейбір нәрсені айтудың мүлдем қажеті жоқ нәрсені айтпай. Бірақ мына жақтан қоғам қысады да, сен не істедің деген кезде кәдімгі бұны айтпасаң кінәлі сияқты болып қалатын жағдай болып тұр да. Иә. Сосын кінәлі, мен басында істеген соң өзі біз сауап үшін істейсіз. Азаматтық міндетің былайша айтқан кезде. Отқа қарап қалып отқан жоқпыз. Керемет кәсіпкер бай болмасақ та, әйтеуір біреуге
азғантай болсын көлеңкең түсетін құдай берген жаңағы ризық бар, құдайдың берген ықпал беделі бар деген сияқты. Соны пайдаланғанша пайдаландық. Көп адам осы маған жекеме шығып сұрап жатыр, осылай не істедің Бекболат, не істедің деген сияқты. Ол қайсы бірін оны айтып мен бір ақталған сияқты ғой. Бірақ негізі керегі жоқ еді, бірақ мен бұны осылай айтуға мәжбүрлеп отыр. Ал айту керек болса, Айнұрға хабарластым, Қайрат Шайжанов дейтін жігіт айтты, осындай ана сіздің қарындасыңыз осылай істеп жатыр екен, айтыңызшы, осынша маған ақша бөлейік деп едік деп, жаңағы ивейлға бір жігіттер шықты, осындай соны Айнұрға жаңағы байланыстырып жібердім кейде. Одан кейін туған туысқандарым да осы Қазақстан Республикасының азаматтары ғой, менің туған туысқандарым, жаңарқалықтар, жерлестерім. Ол бос мемлекетке бөтен адамдар емес. Басая қазір осы алдыңғы күні осы бір әңгімені бұрышқа тыққан соң санадық отырады. 23 миллион сәл пәл көбірек. 23 миллиондай ақшаны бөлуге себеп болды. Қалтамыздан шығыпты, інімінен шығыпты, анау туған өзім бауырларымнан, жиендерімнен, солардан шыққаны бар. Жалпы осы жаңағы 20-25 миллиондай тіпті кететін болса, бір қалтадан шыққан қосатын болса. Сондай ақшадан Алла жолына жұмсадық. Алла сауаптан жазсын. Енді бірақ Алла сауаптан жазбай қаламын деп қорқасың да, осыны мақтанып бір айтқан кезде әр көкейімізде бірінші Құдайдың ризашылығы тұрады, бірақ адамдар неткеннен кейін сен қайда қарап қалдың деген сияқты болғанда, бір боқып қалған адам сияқты болмайын деп, өзі ақталамын деп осыны айтуға қазір мәжбүр болып қалып отырмыз. Ал қаншама азаматтар бар, қайда не бір елеусіз ғана жүрген азаматтар бар, әсіресе осы бір иман жолындағы жігіттер. Онысын айтып жатырған жоқ, айтып жатқан жоқ. Кейбір айтқанында дұрыс шығар, басқалары үлгі болу үшін. Бірақ кейде қоғамда бір отырса сопақ болып қалатын жағдайлар болады ғой. Нетсең беріп жатсаң, бұларда ақша жоқ қой, бермегенде қайтады деуі мүмкін. Ал енді бергенді айтпасаң, неге бермейді бұлар деуі мүмкін. Сондықтан да айналып келген кезде өзі Құдайға жағатын болса, қалған Алла тағала өзі реттейді. Ең басты өзі ел аман болсын, айтпай жұрт тыныш болсын, жаңағыдай бір керемет асыл азаматтан айырылып осы жүрегіміз жарылып отқан ары қарай қалғанына Алла тағала аманшылық берсінші деген ой келеді. Енді мемлекетті отбасы құрайды ғой, негізі мемлекет отбасынан құралады. Әрбір отбасы қазақтың байлығы. Сіздің енді жасыратын жоқ, біз білсек бір 20 шақты балаңыз бар. Мына қазір қоғамда әкенің орны, ананың балаға деген тәрбиесі көңіліңізге тола ма? Сол туралы айтсаңыз. Осы жайында Мұхаммед Тазабек өте бір жақсы айтып жүр. Бір тура бір көкейің деген нәрсені бір оқығандай дәп басып айтады. Жасыратын жоқ. Қоғамда балаларымызды әлеуметтік желі тәрбиелеп жатқаны жасырын емес. Себебі адамда бір қажеттілік болады ғой, потребность дейді ғой. Ол қажеттілігін орнын жаппаса, оның хақысын бермесе, орнына басқа нәрсе келеді. Кейде біз айтамыз ғой, бір адамдар ішіп кетіпті, бір жаман жауға салынып кетті дегенде, кейбір адамдардың mesela энергиясы шықпайды, орнына бармаған кезде, энергиясын шығару үшін жаңағы аузына бір рет арақ па басқа нәрсе тиіп қалады, сол өткен тоқтай алмай, ең соңында адам бөлініп жатады ғой, Құдай бетін Алла қылсын. Сол сияқты баланың бойында да энергия болады. Әркімнің бір бойында бір қажеттіліктер болады. Сол қажеттіліктердің хақы берілмеген жағдайда ол жаман жаққа қарай бұрылып кетеді, айтпай. Сондықтан да балаға қазір көп жағдайда мынау ауқатты адамдар балаға сол ақшаны көбірек берсек болды, жаңағы тренировкасының ақшасын бердік, жаңағы домбыраға базовый домбырасының ақшасын бердік, ана репетитордың ақшасын бердік, ағылшыншасының ақшасын бердік, үйреніп отқан нәрсенің ақшасын бердік, болды деген сияқты оймен тоқмейілсіп қалатынымыз өтірік емес. Бірақ оның бір Шымкенттегі бір жігіттер бір жақсы не шығарды ғой, балаға дейді ақшаны екесе азырақ төлеп, есесін уақытты екесе көбірек бөл деген сияқты. Бәрібір әке мен шешенің балаға бетпе-бет контактысы бар. Сөйлескені, оның бойында бір жақсы бір қылығын соның бойына тәрбие арқылы, сұхбат арқылы еккен ештеңе жетпейді. Осы нәрсе қазір әлемде ғой деймін, тек қана Қазақстан емес.
осы нәрсе өте қатты бір дефицит болып тұр. Осы нәрсеге мейлінше көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Енді отбасы шынында судың молекуласы H2O дейді ғой. Екі сутегі бір оттегіден тұрады деген сияқты өзі мемлекеттің негізгі іргетасы әке шеше балалар. Әке мен шешенің татулығы ол міндетті түрде балалардың тәрбиесіне әсер етеді. Әке мен шешенің бойындағы бекзаттық міндетті түрде баланың бойына сол тектілік болып бекзаттық болып сіңеді. Ұяда не көрсең ұшқанда соны десе деген сөз ол бекер емес. Сондықтан да адам өзінің эмоциясымен, өзінің бір нәпсі қалауымен өмір сүруге болмайды. Сен әке болған соң, я болмаса ана болған соң үлкен міндеттің, үлкен жауапкершілікті мойнына артып жүргенді сезінуіміз керек. Сондықтан былай айтқанда мен айтып тұрсам жалпы сөз, бірақ жалпы сөздің өзі басынан өтіп жүрегінен өтіп айтқан кезде басқаша болады. Сондықтан бұл жердегі іні қарындастарым тыңдап отқан, көбінесе әлеуметтік желіге сол кісілер келеді ғой, іні қарындастарым, басқалар бір нәрсені білу керек. Біз өзіміз ғана тиесілі емеспіз. Біз көптеген нәрсенің алдында жауапкершілігіміз бар. Осы жауапкершілікті сезінген сайын, әуелі Құдайдың алдында жаңа сауап жинайсың. Ал жауапкершілікті сезінген сайын, соны орындауға атқаруға тырысқан сайын, ұлтқа қызмет дейтін нәрсең өзі сол. Ұлтына қырып айтпай, қызмет қылмай қой, елдің бәрі бірдей жаңа керемет өнерпаз болып, керемет елден асқан жаңағы ғұлама, данышпан болу шарт емес. Ең бір ұлтқа қызметің сол ұлттың өкілі болатын балаңа жақсы тәрбие беруден басталады. Сол баланың ертең бір жақсы мамандықтың иесі болатын болса, сен ұлтқа жасаған ұлы қызметің осы. Ертең сен өсірген қыз жақсы ана болатын болса, бір әулеттің бағын асыратын болса, сен ұлтқа жасаған бұдан артық қызметің болуы мүмкін емес. Ертең сенің ұлың бір ел басқарып, бір әкім болып, министр болып, я болмаса бір ғұлама болып, бір керемет елді тамсантқан әнші болмай ақ қойсын, елді ұрып шыққан кереметтей жаңағы жерде палуан болмай ақ қойсын. Сол осы қоғамда кім не жетпейді өзі? Қоғамда не жетпейді, кім жетпейді дегенде, қоғамға, қазақ қоғамында сварщик жоқ, қазақ қоғамында кладчик жоқ, кірпіш қалайтын адам, қазақ қоғамында жақсы малшы жоқ, қазақ қоғамында білесіз, жақсы бір инженерлер аз. Сол кетік болып тұрған нәрселерге кірпіш болып қалынатын бала асырасаңыз, ұлтқа қызмет деген нәрсе осыдан басталады. Өте үлкен тақырып қозғап отырсыз, оттың басынан деп бастадым. Оттың басынан, оттың басынан басталады. Сол жақсы үлгілі отбасынан шыққан бала ертең сапалы қоғам жасайды, ертең сапалы ұлт жасайды. Енді осы нәрсені сезіну үшін бір кереметті үлкен бір керемет дейтін ақылдың қажеті жоқ. Осыны бір сезіну оп-оңай нәрсе. Бірақ олай емес. Біз бәріміз қоғамды қазір өзіміз аузымызбен түзеткіміз келеді. Ауызбен ештеңе түзелмейді. Тәрбие ауызбен айтылмайды. Қалам ұшымен қиылмайды. Тәрбие қолмен жасалады. Кірпіш қолмен қаланады. Осы нәрсені білуіміз керек. Еңбекқор ұрпақ, әр нәрсенің қадірін білген ұрпақ, ертең осы тәуелсіз Қазақстанның көсегесін көгертетінін білетін болсаңыздар, ендеше сондай адамды тәрбиелеумен әрқайсымыз ұлтқа қызмет қыламыз. Ұзақ кетіп қалдым да? Жоқ, дұрыс. Жалпы отбасы айтып жатырмыз, ұлттың байлығы деп жатырмыз. Жалпы иман байлығы туралы, жалпы ұлтты, мемлекетті сақтайтын ол иман ғой, шын мәнінде. Иманды адам ала жұбаттамайды, қиянат жасамайды, жаңағы халқына өзіңіз айтқанда адал қызмет етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отан сүю иманнан деді. Жалпы кейбір қоғамда осы құлшылықты, Құдайға құлшылықты, намаз оқығанды бір жаңағы арабтың құлы, арабтың дәстүрі деп түсінетін ұғымдар бар. Бірақ біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрді өздері ұмытып кеткен сияқты. Жалпы бүгін қоғамда иман ахуалы туралы айтсаңыз бір ауыз. Сондай нәрсе бар еді, айтпай, соның бәрін қиындатып жатыр. Қарашы. Элементарный айтайыншы. Өзі қазір қазір көбінесе біз айтпай ақын Бекболат жүрсе эфирге шыққанда енді көбінесе бір өнер адамдарды тыңдауға тырысатын шығар деп ойлаймын кейде. Ал 5 ғасыр жылайтын ашыңызда қазақ поэзиясын басталатын жеріне қарашы, ашып беріп қалыңыз. Кім бірінші? Асан шығады, Асан Қайғы. Ол кім? Атын қарашы, Хасан. Хасен Құсайын, Хасан деген жақсылық деген сөз ғой, Мұхсин деп айтады.
Хасан дейтін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам немересінің атына қойылған. Одан Доспамбет дейді. Досмұхаммед. Иә? Мұхаммед деген сөздің шығар, Доспамбет, Досмұхаммед мысалы үшін. Ана кімді Бейімбет Майлинді Затаевич Би Мұхаммед Майлин деп жазған. Би Мұхаммед. Оның қасында да үш бәйтеректің біреуі Сәкен шын аты Сәйід ибн Уақас, Сәдуақас. Әкесінің аты Сайфулла, Халид ибн Уалидтің аты Алланың қылышы деген сөз. Сайфулланың ұлы Сәдуақас ал. Екеуі де сахабаның аты. Одан Ильяс Жансүгіров. Ильяс пайғамбардың аты. Ахмет Байтұрсын, Ахмет деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төрт атының біреуі мысалы. Ибрахим пайғамбардың аты. Абай Ибрахим пайғамбардың аты. Мұхаммед пайғамбардың аты. Нұр Сұлтан, нұрдан басталатын Алланың бір сипаты. Енді қараңызшы, бүкіл атыңызда осы жерде екеуміздің атымыз ғана қазақша бір жерде. Екі қазақша айт деген араб ертең менің туған күнім айт қой. Ал керек болса сенің атың. Осы менің атым ғана қазақша. Бүкіл тұлғамыздың атын қарашы. Бүкіл тұлғамыздың аты Мәшһүр Жүсіп. Мәшһүр деген популярный деген сөз. Жүсіп деген Жүсіп пайғамбардың аты мысалы. Бүкіл ұлыларымыздың атын қарашы. Әлихан Әли, Жақып пайғамбардың аты. Ану Әли, Ахмет, енді не керек одан басқа, не керек? Жұмабай Мағжан, жұма күнге байланысты қойылған аты. Енді осыдан ақ сіз енді өстіген қазақты исламнан бөліп алған кезде қандай көсе-көсе көрмеді. Оның ар жағында ұлтқа деген ұлы шабуыл жатыр. Одан қала берді, ислам жетпеген түркі дүниесінің мысалы ең мықты Сақадай сай жігіт деген Сақа, Якуттар, Алтай, Тыва, Хакас, Шор мықты болған халық қой енді. Соларға ислам жетпей қалып еді түркі дүниесінің осы бұтағы. Не болды? Аты затымен жойылып кетті. Айтбай Александр болды, Бекболат Борис болды. Немене дана Мұхаммеджан Николай болды. Иә, солай болып ал ислам жеткен елдің бәрі аман қалды, елдігін сақтап қалды. Сондықтан сен елдігің негізінде мұсылманшылық тұр ғой, Абайдың өзі айтады ғой, Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз дейді. Енді Абайды араб қыл деп айтасың ба? Сосын бар ғой, мысалы үшін музыкада аллегро анау мынау деген нәрсенің бүкіл терминология итальян тілінде жазылады. Солай ғой. Медицинада бүкіл рецептілер латын тілінде жазады. Дәрігер болған адамға сен латын болып кеттің, музыкант болған адамға сен итальянец болып кеттің. Ал енді Алланың кәлемі, Алланың сөзі, откровениесі, былайша айтқанда Алланың уахйы арабтың тілінде түсті. Алла тағала сол тілді таңдады. Латын тілін медицина таңдаған сияқты, итальян тілін жаңағы музыка таңдаған сияқты араб тілін таңдады. Оның араб ұлтына қандай қатысы бар? Керексең араб ұлтының мысалы үшін Египетте 8% ол мұсылман емес, Сирияда бәленбай пайыз мұсылман емес. Ол мұсылман емес арабтар көп ақ. Қайта қазағыңыз 100% мұсылман, енді қазақ деген мұсылман деп қараймыз. Енді осыны бөліп алғанда ол қандай бұның ар жағында кәдімгі отарлаушылардың елді бұзудағы айтақтап салып отқан нәрсесіне мына өте бір мақтан құмар, аты шықпаса жер өртеушілеп жүргендер, сосын қалыптасқан ұғымға қайшы пікір айту арқылы елдің назарын аударып елең еткізгісі келген бір мақтаншақтық па, елдің назарына әбден зәру болған бейшаралық па, осындай нәрседен келеді де жаңағы бүйректен сирақ шығарып қазақты мұсылманшылықтан бөліп алғысы келеді. Қазақ мұсылманшылықтан бөліп алғысы, ол 15-ші ғасыр деп айтамыз, енді әрине оны протоқазақтар бәленбай ғасырға кейін кетеді ғой, тереңге кетеді ғой. Бірақ қазақ болғалы Керей мен Жәнібектен бұрын исламнан басқа дін ұстанған жоқ. Оның алдында Алтын Ордада исламнан басқа дін ұстанған жоқ. Түргеш қағанатын кезде 8-ші ғасырдың екінші жартысында осы қазақ даласына мұсылманшылық келді. Содан бері ұстап келе жатқан нәрседен бөліп алған кезде онда немене жатыр? Осы тәңірияңыз анау дегенде көбінесе қазақ тіліне шорқақ адамдар бір жаңағы орыс тіліне бұрылып, жаңағы европалық әлемге бұрылып бір ерекшеленгісі келгендер, сосын қала берді бір атаққа шөлде өліп бара жатқанда осы назарға зәру болып отқан бір бейшаралардың көбінесе осы айналысатын нәрсесі болып маған көрінеді. Кешіріңіздер, көп адамның көңіліне келмесін, бірақ мен намаз оқимын, менің әкем намаз оқыған, әкесінің жеті атамнан менің намаз үзілмеген жерде, енді қалған уақытта тәуелсіз ел болып қолың аузына жеткен кезде бұл иманнан ажырап қалатын жағдай жоқ. Бұл бір нәрсе. Қалай берді имансыздық деген мынандай нәрсе ғой. Айтпай. Мынау жаман жасайсың ба? Міндетті түрде алдына шығады. Біреуге жақсылық жасайсың ба? Ол да міндетті түрде алдына шығады. Біреудің
аяғын аспаннан келтіріп масқарасын шығарып кеттім деп мақұрдап мақтанба, ертең де сенің аяғыңды аспаннан келтіретін біреу шығады. сол сияқты біреуге жақсылық жасап едім кезінде, қарыз беріп едім, жұмысқа қойып едім, үйтіп едім, бүйтіп едім, жақсылығымды ұмытып кеттім деп жаманшылық жасама. Жаман адамның қылығын жасама. Ол да міндетті түрде алдынан шығады. Анау өзіңнің алдынан шықпаса, жасаған жаманшылығың болсын, жақсылығың болсын, баланың алдынан шығады. Баланың алдынан шықпаса, немереңнің алдынан шығады. Әйтеуір сол нәрсе үзілмейді. бұл не? Бұл миымызға сіңіріп кеткен нәрсесі. Сонда өзі иман жолындағы адам жамандықты жасамайын демейді. Жасамайын демеуі мүмкін. Құдайдан қорыққандығынан жасамайды. Ертең бір харам ақша тауып, оған машина сатып алып, ішінде аунап, қанжасы фарш болып өлгісі келмегендіктен де ол арам ақшаға ол құнықпайды, бұрылмайды. Біреуге мысалы үшін жамандық жасамас бұрын қыз өсіріп отырмын, ұл өсіріп отырмын. Ертең бір әйел баласына жасаған жамандығым қызымның алдынан қайтып жүр, Құдай сақтасын. Біреуге жасаған жаман баламның алдынан қайтып жүр деген осы бір ұлы балансты игеріп тұрған ұлы күш, Алла тағаланың ұлы күш екенін, осы ұлы балансты басқарып тұрғандығын түсінген, соған мойынсұнған адам, осы адам иманды адам. Білесіз, жасайсыз. Осы кейбір кездерде біз өзіміз көреміз. Кезінде бір албырттықпен жасаған бір осындай бір кішігірім қиянатымның алдына шыққаннан кейде қуанамын. Кейде бір кезінде бір түсінбей сол кісілерге бір саяздықпен бір сақалдан алмасақ та бір айтып қалған кездеріміз болып еді. Аллаға шексіз шүкіршілік. О дүниеге жібермей осы жасаған қиянаттарымызды қазір біздің де сақалымыз саналып жатыр кейбір бауырларымыз. Бірақ өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Ол сенің қандасың, ол сенің ұлтың. Әр қазақ менің жалғызым деп аузымыз айтқанда пәледе, шын мәнінде жалғызың болатын болса, соған шыда, соған тілектес бол, соның жақсы болуына үлес қос. Соны былай жеткен кезде аяла, енді тәрбие бер. Ал қандай да бір жаманшылық келіп, қиыншылық көріп жатсаң, адресің ғайбат келіп жатса, біреулер сен жазықсыз мысалы жаныңды шыжғырып ататын болса, өткендегі бір жасаған қиянаттарының компенсациясы, қалай берді олай болмаған жағдайда Алланың алдында дәрежені көрсетіп, күнәңді алып жатыр деген сияқты. Осындай оймен ойлаған кезде адам жүрегі тып-тыныш болады. Бақыт деген нәрсе айтпайды. Ол адам жүрегі тыныштық. Болды. Яғни абайды адам сүйе алғаны кетпетсіз. Не қызық бар дүниеде бұдан басқа. Рахмет. Алла разы болсын. Аға, мына өзі шыны керек рухани жаңғыру бағдарламасы жалпы елбасының халықты игілікке, жақсылыққа, тың серпіліске, жаңаша ойлауға, жаңаша өмір сүруге, жаңаша көзқарасқа бейімдеуге шақырған бір үлкен жоба бағдарлама. Соның облыстағы былтыр осы наурыздан бастап әкім тағайындаған еді басшысы. Шын мәнінде кейбір адамдар рухани жаңғыруды жаңағы Құранның суретін қойып, әрбір жерде әртүрлі түсініп жүр ғой ол. Сіздің ұғымыңызша, сіздің көзқарасыңызда рухани жаңғыру деген не өзі? Терең нәрсе. Рухани жаңғыру өте терең нәрсе. Ол енді елбасының өзі де жазды ғой, бұл озығыңды әспеттеп, тозығынан құтылу деп. Бар жағында ана национальный код, ұлттық код деді ғой. Жадыңда жатқан ояту деп отыр ғой. Генетикалық жадыңда жатқан жақсы нәрсе не еді? Қазақтың. Қазақтың бауырмалдығы еді. Қазақтың кеңдігі. Қазақтың өте бір туысқа деген махаббатшылдығы. Осы бір нәрселер, бар нәрселер, жаңғыру деген нәрселер жоқтан пайда болған емес, бар нәрсеңді бір жаңғырту. Солай ғой, енді олай болатын болса, бізде бар керемет қылықтарымыз, керемет мінездеріміз қазақтың көп-ақ қой, жақсылық қылықтар баршылық қой, Аллаға шүкір. Қазақтың бауырмалдығы, дархандығы, туысшылдығы, жанашырлығы, махаббатшылдығы, сосын бір мәмілешілдігі кезінде. Абайда жазады ғой, баяғыда екі тізгін бір шылбырды бір азаматтың қолына беріп, соған соның артынан еріп, ең соңында осы елдікке беттеу, бірлік деген кезде ақылға бірлік деп айтады ғой. Осы бір нәрсе, осы рухани жаңғыру дейтін нәрсе осы.
қазір өзі әлемнің өзі жасыратын жоқ, ол біздің қазақ даласы ғана емес, пандемия сияқты әлемнің өзінде мүлкем дүниенің дидары бүкіл жерде бұзылып кетіп жатыр. Қазір адам жаны шошитын нәрселерге жаны шошымайды да, осы керек нәрсе келгенде бір шошымалдық көрсетеді. Мысалы үшін жаңағы жерде қыз текең бар, басқаң бар, осы бір нәрселер келген кезде сен толерантный болуға міндеттеп отыр. Оған байланысты қарсы жүрсең, ертең басың пәлеге қалатын жағдайға жеткізіп отыр. Ал енді имандылық жайында әңгіме қозғасаң, атасынан 77 атасынан боқтасаң, олай ашуланбайтын, сондай дәрежеде ашуланатын жағдайға жетіп отыр. Осының барлығын бажайлап, осының бәріне бір терең үңілу үшін шынында да рухани жаңғыру терең нәрсе. Оған әрбір қазақтың баласы тереңірек үңіліп барып келу керек. Рухани жаңғыру дегенде ата-ананың қадірін білуден басталады. Қазақ айтамыз ғой, енді жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған деген сияқты. Осындай бір нәрселерге бір дәстүрлі танымдардың қайттан қайтып келуі, осындай нәрселерді тереңінен бір білу үшін шынында да бір ғана қылып, өзің айтпақшы, кез келген концертті бір рухани жаңғыруға байлай салады. Ол концерттің де концерті бар. Ол күнделікті адам бір сезімінде жүрген нәрсені ғана айтқан концерт бар. Екінші, атадан бабадан қалған мұраны ұрпақтың санасында жаңғырту үшін айтылған нәрсе бар. Осының бәрін бір тереңдеп бажайлап қарау керек. Енді сіз жаңағы айтпай өздеріңе байланысты Қарағанды өңірінде мысалы рухани жаңғыру деп отырмыз. Ана Бекәз Дандыбайдан бастап ана үлкен кеше анау Жарқана жанында Ақтау мешіті, Кенесарының бекінісі Қорғанда айтып отыр. Мына жақта Қарқаралыдағы, Ақтоғайда, Қызылайдың қасында қаншама қола дәуіріндегі нәрселер. Осы өңірдегі тарихи зерттеулер, осы Ұлытау. Осыны мысалы үшін Қарағанды облысына қарап отыратын болсақ, адамзат тарихында өзіндік рөлі бар, үлкен дүниелер бар. Осының бәрінен ұрпаққа жеткізу үшін, көзімен көрсету үшін, сезіндіру үшін атқаратын жұмыстар шаш етектен өте көп. Бұған байланысты көп жағдайда сөз қумай, дау қумай, іске кірісетін кезеңде қазір біз кез келген бір жақсы бастаманың барлығын бұрыңқырап жіберіп, шын сөзге иланбай, бір өтірікпен пәле жалаға Дархан Қыдырәлі жазыпты ғой, Абайдың сөзін көтеріп. Тура бір сондай нәрсеге қарай салынып кетпеу үшін ерекше күшті біз жастарға салуымыз керек болады. Жастарға көп күш салу керек. Эстафетаны бере алмай қауіпім, елдіктің эстафетасын айтпай, келесі ұрпақ бере алмаудың қаупі болып тұр. Қайығымыз елдіктің қайығы жай ғана шайқалып тұрған жоқ кемесі. Қазір тура цунамидің үстіндегі бір жаңқа сияқты болып тұрмыз. Кейбір адамдарымыз бір оқтаулы мылтық сияқты арбаның үстіне тастай салады ғой, байламай. Жаңағы салдырап кетіп бара жатқанда оқтаулы мылтық атылады, атқа тие ме, кетіп бара жатқан бір адамға тие ме, қаңғып жүрген итке тие ме, білмейміз әйтеуір. Дүниенің бәрі алыс, көгілдір, дүниенің бәрі бір тиянақсыз, бәріміздің жүрегіміз эмоцияға толып кеткен. Осындай нәрселерді рухани жаңғыру ауадай қажет. Шынында да керек болып тұр. Шын мәніндегі рухани жаңғыру қажет болып тұр. Біз жаңғырып жатқан жоқпыз, қазір рухани азғындап жатырмыз. Ана Абай айтатын әз тұтуға, сыйласуға қалмады жан бір татыр дейді. Әз тұтуға, сыйласуға қалмады жан бір татыр. Сыпыра бақыр, пәле шақыр, болдың ақыр, тап-тақыр дейді. Сыпыра бақыр, пәле шақырып жатырмыз да. Тап-тақыр болып осы кедейдің етегіне берейті жайылып қапты деген сияқты бар ғой, жылы берейті. Бізге келген тәуелсіздіктен айырылып қалмау үшін қазақтың бірлігі, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын бір осындай нәрсе өте қажет болып тұр. Қазір кім рухани бірлікке, рухани жаңғыру деген сол. Ана бір таптамашы азамат шықты. Оны алды анасы, бір азаматымыз көгесте теріс мінгізді. Одан ол келді, ол масқаралы, ананы масқаралады. Аттарын айтпай қойшы, бәрі бауырларым, інілерім ғой.
ана бір адам жүрмеді, құдай сақтасын, жаңағы абыройдан жұрдай. Қазір ешкім жоқ. Ана бір нәрсе манадан ақша алған, өйткен бүйткен деп жатыр. Енді ештеңе сезіп отқан шығар. Ана бірісі ой, оны құр ана жерде жүр. Біледі, жағдай түсінікті ғой деп. Сонда Кім жақсы? Кім жақсы? Жай деймін, біз жаман қылып. Басқа бір жақсыларыңыз бар ма? Мен Мұхтар ағамыздың өзіне байланысты бір нәрсені айтқан кезде, бір сокыс аузыма түсіп отыр қазір. Мұхтар Шаханов ағамызға байланысты әжептәуір осы бір жақсы деген адамдардың сол кісінің адресіне бір ауыр сөздер айтқан кезде, иә, ол кісіде эмоция бар, иә, ол кісінің бойында бір жансақтық қателіктер болуы мүмкін, бірақ оның жүрегіне ешкім кіріп шыққан жоқ, біріншіден. Екіншіден, кезінде анау қазір билікке бірдеңе айту оп-оңай. Сен мықты болсаң, кезінде ана Кремльге бірдеңе деп көр. Болмаса осыдан бір 20 жыл бұрын ғана билікте мықты кезінде бірдеңе деп көр. Қазір енді дүниенің дидары бұзылып, елдің бәрі батыр болып жатқан кезде, қазір кенесары Махамбет болу оп-оңай болып тұрған заманда әркім аузына сыйған айтып жатыр ғой. Бірақ мен таңқалатын нәрсем, Мұхтар Шахан сияқты ағамыздың өзінен жаңағы бірдеңе деп жаңағы сөйлеп жатқан кезде мен білмеймін, сөзім жоқ көп адамға. Бұл қалпын бір-біріміздің қадір білмесек, ел болып біздің жағдайымыз қауіпті, біз рухани. Жай кейбір бүлінетін өзімдер бүлініп кетіп жатқан шығар. Кейін жастарға бауырларымызға айтқымыз келеді. Қазақ соншама сол кейбір адамдар айтқандай сорлы емес. Мына кісілердің айтқанына қарасаң, былай іске татыр іліп алар кісі жоқ. Кімді айтсаң да бытшысын шығарады қазір. Бұның аяғы елді түн құрдымға бауырмақ береді. Міне рухани жаңғыруың осы кім? Қазір сіз үшін ұлтқа кімнің жаны ашиды? Қазақтың жігіті қандай болу керек деп ойлайсыз? Қазіргі кезде, осы қысылтаяң шақта. Кім ол? Біз қарашы, осы бір пафоспен айтқан сөз ұлтқа жаны ашиды. Ұлт деген кім деп айтайықшы? Ұлт кім? Ұлт менің балам. Ұлт ерте мен 14, осы қазақ. Ұлт сенің балаң. Мен туыстарым ұлт. Менің анау Торғайдағы, Шымкенттегі, Талдықорғандағы құдам ұлт. Павлодардағы анау курстасым ұлт. Мен олардың бәрін жақсы көрем. Олардың жаңағы тауының аяғы сынбас екен деп тілеймін. Сол сияқты маған да тілектес адамдар бар. Ұлттың құруы деген сөз біздің балаларымыздың құруы. Ұлттың құруы деген сөз соншама араласып жүрген құда жекжаттарымыздың жаңағы құруы. Яғни кім ұлттың жанашыры? Бәріміздің ұлттың жанашырымыз. Бірақ жанды қалай ашыту керек, мәселе соны білмей тұрмыз ғой. Көп адам жанашырлық деп сынауды түсініп отыр. О сынама бәрібір сол енді. Басқа бермейді, қазағың осы, сені азаматтарың осы. Ана неме ана жаман түйені жабылып ботасын ал деген сияқты бар ғой. Енді осы адамдармен қызмет етуіміз керек. Осылар ұжымдасуымыз керек. Жақсын асып, жаман жасырып деген сияқты бар ғой. Ол бір-біріңді масқаралап, ұшпаққа шығып кетпейтін түсінікті. Ұлтқа жанашыр көп айтпай жүр. Сенің жаның ашымайды деп мен ойламаймын. Сен жаның ашымаса, осы жерде отырма, сен сарнап мені шақыр. Сол сияқты тыңдап отырғандардың біразы бар ғой, айтпай жұмағып шығады екен, эфирге деген кезде, осынан елге жұртқа керек бір деген аузынан сөз шығады-ау деп тыңдап отыр. Олардың бәрі де жанашыр емес деп айтпаймын. Олар да ұлттың жанашыры. Ал тапқазы ұлтқа не керек дегенде, меніңше ұлтқа табан ізін білетін тұр. Абай айтқандай айтады, ана қолөнершілер адам қазақтың әулиесі еретін деген сияқты. Қазаққа кім керек, қандай азамат керек дегенде, табан ізін білетін, егер қазақтың әйелі болатын болса, қазақтың келіншегі болатын, күйеуін сыйлайтын, бала шағасын жақсы тәрбие беретін, жаңағы жерде мен туған туыстың жаңағы ынтымағын сақтайтын, осы әйел ұлттың нағыз жанашыры, патриоты. Сондай-ақ адалдан ақша тауып келетін, қолында бір еңбегі бар, қолынан келетін бір кәсібі бар. Сондай адамдар, ұлтқа керек адамдар солар. Қазір кім көп? Сөз бар көп. Кім көп? Әнші көп. Кім көп? Кешіріңіздер, тамада көппіз. Кім көп? Жаңағы өнерпаз, ақыл айтқыш, философ көппіз. Айтып отырмын. Бірақ ана бір ауылда бір жаңағы бір мешіт салып жатыр екен. Жалтыркөл дейтін жерде бір жігіттер бауырлар мешіт салып жатыр. Жаңалықта бір мешіт салып жатыр. Осындай адамдар көп, сібәрші жоқ.
шекара жабылып қалып еді, өзбек ағайындар келе алмай қалып еді, кладчик жоқ. Рас. Ал енді бар ғой, ана қырғызбен шекара жабылып қалды, моңғолиямен шекара жабылып қалды. Сол малсы жоқ. Кім керек дейсіз ба? Қазаққа сварщик керек. Қазаққа кладчик керек. Кірпіш қалайтын. Қазаққа жақсы монолит қоятын адам. Қазаққа таңертең 9-да барып, кешкі 6-да жұмыстан қайтып кеп, үйіне оралатын, қатын баласының қадірін білетін, туған туыстың қадірін білетін, арақ ішпейтін, кісіге қиянат жасамайтын, әр нәрсенің хақын беретін, жүрегі махаббатқа толы иманды адамдар керек. Ондай адамдар бар. Бұзылып жүрген шығар, солардың түзелгені керек. Болды. Бірақ айтып нетіп, бір пафос үлкен сөз айтып қажеті жоқ. Қарапайым нәрседен басталады ғой. Осы нәрсе. Кім бар ғой, айтпай, қарашы, бір Қытай чудосы деп айтамыз ғой, Қытай кереметі дейміз ғой. Ол бір Ден Сяопиннің бір кереметтей ғана емес. Реформаны жасады, негізін қалап, Ден Сяопин жасап берді. Қытай халқының еңбекқорлығы жатыр, өлермендігі жатыр. Білесіз, сауда жасағанда болмайтын бір 10 юан үшін таңертеңнен кешке шейін түгіріп береді. Біз ортада қош күнім соған қарап кетші деп қолымыз бірақ сілтейміз ғой, бірақ сілтемейді. Мен кеше бар ғой, осы алдың күні жасыратын жоқ, Жанарқан ар жағында Қызылтау мен тауының ортасында енді бір табиғатқа шыққым келді қысқасы. Сол жерде қарасам, Вольфрам дейтін жер бар бір. Кесік дейтін жердің қасында, мына тыңдап отқан жаңағы халықтар болса, шет ауданнан адамдар болса біледі. Сол жерде завод тұр. Сол заводты ағылшындар салыпты. Ғасырдың басында, 20-шы ғасырдың басында. Сонда не әуре деймін, ана орталық Қазақстаннан мына жерге вольфрам тасыған. Я болмаса Өспен Ілдіден түйемен бір мыс тасыған. Ағылшындар. Бірақ соншалық дәрежеде еңбекқор болмаса, бүкіл әлемді ағылшынша сөйлетіп қоймас еді ғой. Сонда ештеңені асынбай, қимылдай береді. Өлермен еңбекқорлық әлемді жаулауын алып келді. Я болмаса, Мехмет бар ғой, Фатих Сұлтан. Сол Константинополь кезде білесіз ғой, бәленбай кемені анау жынысы қалың орманның ортасынан кемені құрғақ жермен алып өтіп, теңізді мына алып келді. Бұл ар жағында не? Тек жауынгерлік, батырлық, сайыпқырандық қана емес. Ол жерде өлермен еңбекқорлық бар. Басқа адам қойшы, мен аны қара жермен сүйретіп, оны көтеріп жүреміз ба? Қойшы, не де болса, соғыса берейік деуі мүмкін да, ол еріншек адам болса. Кез келген нәрсенің ар жағында, кез келген былай жетістіктің негізгі ар жағында жататын нәрсе ол еңбек. Осы еңбекқорлықпен Осман империясы әлемді жаулаған, еңбекқорлықпен ағылшын әлемді жаулаған. Ал жаңағы абай айтады ғой, бірақ секіріп шығам деп, бірақ секіріп түсем деп, мертеге де жатады. Қойшы деп орта жерде қолын бірақ сілтей салады. Көтеріп жүреміз де қара жермен кеме тасып не болды? Қойшы бір алақандай мыс үшін анау Азиядан Великобритания, Ұлыбританияға тасып жүріп, не бәлеме қуырдақ деп айтуы мүмкін ғой. Осындай нәрселермен есеміз жіберумен есеміз кете береді. Өзі кез келген үлкен жетістікке жеткен елдердің бәріне тән бір не бар, қасиет бар. Ол не дегенде? Еңбекқорлық. Қазаққа еңбекқорлық келсе болды. Еңбекқорлықтың ар жағында негізі жататын нәрсе не? Режим. Осыны мың рет айтып отқан шығар. Режим. Алла тағаланың біздің ғибадатымызды режимге салып қойған 5 уақыт намазға. Сол кезде сізден эффективный, нәтижелі түрде жаңағы Алланың ризашылығын табатын жол табылады. Кез келген нәрселерде режим, жүйе, система, еңбекқорлық. Қазақ осы ғана керек. Қараңыз, қазір өзі күн мен түніміз ауысып кеткен біздің ағайынның бар ғой. Өзі Алла тағала Құранда айтады, сендерге түнді демалу үшін, күндізді ризық несібе іздеу үшін деп айтады. Бізде тура қайнаған жаңағы айтыс бірдеңелеріңіз Фейсбукта түннің ортасында болып жатады. Сағат күндізгі 9 мен 12-дің арасында кіріп көріңізші. Таңертең сағат 7 мен 11-дің арасында кіріп көріңізші. Ешкім Фейсбукта жоқ. Нағыз жұмыс істейтін, талашсаң ауаның ең былай иондардың ең жақсы бөлінетін, адам ағзасынан пайдалы ауаның бөлінетін кезеңінде елдің бәрі ұйықтап жатады да. Ал ұйықтайтын тұрған былай адамға қажетті бір элементтер түннің бір уақытында бөлінеді, сол кезде ұйықтаған ұйықтайды. Сол кезде елдің бәрі әлеуметтік желіде отырады. Осыдан құтылатын
осыдан құтылатын болсаңыздар, қазақтың бір көсегесін көгеретін жері осы деп ойлаймын. Кешірді. Көп адам көңіліне осы сөз. Бізде 1,5 минут қапты. Ал кетті, болды. Рахмет, жақсы ой айттыңыз. Енді бір соңғы осы тақырыпқа байланысты ұлтқа қызмет жаңағы сіз еңбек қой, адал еңбек ету, етікші, етігін. Ұлтқа қызмет, ең бірінші өзіңді жөндеу. Өзің жөндегеннен кейін барып өз жармаған сақтың ішпе дейді қазақ. Өзіңді жөндегеннен кейін барып сіздің сөзіңіз әйеліңізге, балаңызға өтеді. Әйел балаңыз жөнінде жақсы тәрбие беру. Ал сіз балаңызға жақсы тәрбие беру деген сөз қазақ ұлтына сіз өте сапалы адам бересіз. Адамның құнды ештеңе жоқ. Кез келген нәрсені жасайтын адам сол құнды, салиқалы, иманды, Құдайдан қорқатын, еңбекқор, жанашыр, жүрегі мейірімге толы адамзаттың бәрін сүйетін осындай адамды сыйласаң, ұлтқа қызметтің көкесінің, атасының, бабасы осы. Осыдан артық қызмет жоқ. Сосын барып өз табаныңызға қарай Құдай қабілет берсе, Құдай кереметте бір дарын беретін болса, академик бола қойыңыз, профессор бола қойыңыз, Құдай әнші бола қойыңыз, кереметте жаңағы инженер бола қойыңыз. Бірақ та кез келген нәрсенің негізінде осы бір жасап, ең бірінші жақсылап бір адам болыңызшы. Сосын барып. Адам болып келдім өмірге, адам болып келдім тілегім дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз.